Кайырлуу күн достор, менин исимим Макжаркын, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүнкү видеода мен силерге кичигирээм бир лайфхакпен бөлүскүм келип отур. Бул жаңадан токманы энди үйрөнүп кызыгып жүргөн кыздарга арналады. Және де токуп жүргөн кыздар да билмеуи мүмкүн. Бирок сонда да сиздерге мен бөлүсүп осындай видео түшүрүүдү жөн көрдүм. Эгер сиздерге унап жатса, менин каналыма тиркелип коңгураушаны басууду унутпаңыздар. Сол кезде будан кийинки чыгып отурган видеолорду эң алгаш болуп көрүп отуратын боласыздар. Эң алдымен бизге осындай жип кажет, спица керек. Бул видеода мен сиздерге илмекти спицага дурус эсептеп терүүнүн жолун көрсөтөтүн боламын. Көптөгөн кыздарда бизде bir кателик кездеседі, яғни ilmek терген кезде біз дұрыс есептей алмаймыз, соны көрсеткім келіп отыр. Мысалы біз осы қысқа жақтағы жібімізбен ilmek тереміз ғой, немесе бізге жетпей қалады, или же көп болып қалып кетеді, тоқу барысында қалып кеткен жіп бізге мешать етіп тұрады. Содан сол қателіктерді жібермес үшін мен сіздерге қалай есептеу жолын көрсеткім келіп отыр. Ең алдымен өзімізге анықтап алуымыз қажет, петляны қалай тереміз. Кейбір қыздар екі спицаны қосып бірге тереді, ал кейбіреулер тек бір спицаға тереді. Мысалы, мен бір спицаға терем петляны, ал біреулер онша қысып тоқмайды, солар петля бос болсын деп екі спицаға теріп жатады. Мен сіздерге бір спицаға қалай теретінді көрсеткім келіп тұр. Ол үшін бізге осы спицаны ұстап, жібіміздің ұшын саусақтың көмегімен басып тұрамыз да, и жіпті 10 рет спицаға орайтын боламыз. Мінеке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рет орап алып, жібімізді спицамыздан жіпті босатамыз. Енді мысалы маған 50 немесе 60 петля, 50 петля деп айта берейік. Мысалы маған 50 петля теру қажет болып тұр. Осыны біз 5 рет орап аламыз. Мінекей, мынау біріншісі өзі. Так, мынау екіншісі, келесі үшеу, төртеу, және бесеу. Мінекей біз 5 рет орап алдық. Яғни бізге осы 5 рет орап алған жіпке 50 петля сыяды. Енді біз қосымша ретінде тағы да 10-15 сантиметр жіп қосып аламыз. Өйткені бізге кішкене осындай болса да хвостик қалу керек. Ол хвостикті біз тоқып болған бұйымның соңында тоқып болған кезде ол жіпті біз әдемелеп жасырып қоямыз, дұрыс па? Шығып кетпес үшін, яғни біздің тоқылған затымыз тарқатылып кетпес үшін әдемелеп тігіп тоқманың ішіне жасырып отыратын боламыз. Сол үшін бізге тағы да бір 10-15 сантиметр артық жіп қажет. Енді біз лайфхагымызды тексеріп көрейік. Яғни мен бір спицаға өлшеп алдым. Енді мен 50 петля теріп аламын осы спицаға. Онша қатты қысып мен алмаймын, өйткені тоққан кезде қиын ғой. Сол үшін сәлім бустау, өзіме ыңғайлы қылып теріп алатын боламын. Менде 2 петля дайын. 3, 4, 5, 6. Мінекей, мен 50 петля теріп алдым. Менде осынша жіп қалды. Мінекей, хвостик осынша қалды. Енді мен бұл хвостикті алдағы уақытта тоқма бұйымымның ішіне тігіп жасырып қоя аламын. Яғни осылай жіпті өлшеп алып, шығынсыз немесе қайта тарқатусыз уақытыңызды үнемдеп
петляларды теруге болады екен. Сіздер де тексеріп көріңіздер. Егер ұнап жатса комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.